Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін тігін өндірісінің технология пәні бойынша сабақтың тақырыбы рамкалы жарма қалтаны өңдеу. Мақсатымыз сыртқы киімнің жекелеген бөлшектелуі бойынша, яғни рамкалы әдіпті жарма қалтаны өңдеу жолдарын үйрену. Рамкалы жарма қалтаны өңдеу жолын үйрену. Жалпы жарма қалтаны өңдеу барысында кәсіби дағдыларын қалыптастыру. Жалпы қалтаны даярлағанда оның формасы мен матаның ерекшелігін, технологиялық өңдеу тәсілдерін ескеру керек. Мұндай қалтаны өңдеу үшін мынадай бөлшектер қажет болады. Негізгі материалдан немесе сәндік матадан пішілген екі әдіп, негізгі матадан пішілген бір қалта қапшығы, кейде екі бөліктен тұруы да мүмкін. Және бір қалта бойлығы, әрине қажетіне қарай. Қалтаның әдібі қапшығымен тұтас пішілуі мүмкін. Қалтаның орны 5 сызықпен белгіленеді. Қалтаның орны айқындайтын бір тіке сызықпен және екі көлденең сызық қалтаның өлшемін анықтайды. Содан соң әрбір көмкерменің немесе рамканың екі еселенген еніне тең қашықтықта белгіленген орта сызықтан жоғары не төмен екі көмекші сызық жүргізіледі. Сонан кейін созылудан сақтау үшін негізгі бөлшектің теріс бетіне ені 4-5 см-де қалта бойлығын саламыз. Немесе қазіргі заманда негізгі бөлшекті қатырмалайды. Қалтаның белгіленген сызығы мен бойлықтың ортасы дәл сәйкес келуі керек. Және жоғарғы жиегінің әдібін ортасынан бүгіп үтіктеледі, төменгі әдібі 1/3 бөліктей үтіктеледі. Дайын болған әдіптердің бүктемелерін негізгі бөлшекке белгіленген көмекші сызықтарға дәлдеп, ал қиықтарын жарма жағына келтіріп саламыз. Төменгі әдіпті қысқа жағын төмен қарай орналастырамыз. Жеке тапсырыс өндірісінде әдіптің ұштары қалта өлшемін айқындайтын сызықтардың әрбір жағына 1,5-2 см-де шығып тұратындай етіп, алдын ала қосып көктейміз. Және 0,15-0,17 см-де ара қашықта қосып тігеміз. Тігістер қалтаның өлшемін айқындайтын кесе көлденең сызықтар дәл келу керек. Әдіптің дұрыс қосып тігілгендігін негізгі бөлшектің теріс жағынан тексереміз. Онда әдіпті қосып тігу тігістері параллель болып, қалталарда белгіленген кесе көлденең сызықтармен бір деңгейде аяқталу тиіс. Қалта ауызын теріс жағынан, қалтаның ортасынан бастап, екі жағынан бірдей тілеміз. Қалта шеттерінен 1-1,5 см қашықтықта тігістердің ұштарына қарай көлбеу бағытта тіліктермен қырқамыз. 0,1-0,2 см жеткізбей. Қалта ауызын арқылы әдіпті теріс жағына айландырамыз. Әдіптің ұштарын оның жиектері түйісетіндей етіп тартып созамыз. Әдіптің шеттерін қиғаш көктейміз. Арнайы матамен оң жағына бастыра үтіктеп, қалтаның ұштарын бекітеміз. Яғни әдіптің ұштарын оның жиектері түйісетіндей етіп тартып созып, қалта бұрыштарындағы тілді теріс бетінен негізгі бөлікке машиналық иық қайтара тігіспен біріктіреміз. Көктеу тігісін суырып тастаймыз. Қалтаны арнайы матамен оң жағына бастыра үтіктейміз. Бұл соңғы жұмыс. Астардың үстінен көмкерме орналастырады, қосып тігіледі. Жоғарғы әдіпке 0,17-0,1 см-де етіп. Төменгі әдіпке қалта астарын қосып тігеміз. Қалта астары мен әдіпті оң жағымен беттестіріп қосып тігеміз. Яғни тігістің ені 0,17-1 см-ге дейін болу керек. Ең соңғы жұмыс, яғни қалта астарын сырып тігу. Қалтаның астарын, қалтаның бұрыштарын бекітіп, және астардың бұрыштарын дөңгелете отырып, үш жағынан сырып тігеміз. Тігістің еті 1 см-де болады. Бұйым астарсыз болған жағдайда арнайы машинамен торлаймыз. Міне сөйтіп біз рамкалы жарма қалтаны
осындай әдіспен біз өңдеп шығамыз. Балалар, үйге тапсырма. Мынандай бақылау сұрақтарына дайындалып келеміз. Яғни рамкалы жарма қалта қандай бұйымдарда кездеседі, және олардың орны қалай белгіленеді, және өңделу жолдары. Қош сау болыңыздар. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.